Ассалаумағалейкум достар, бізде келесі кезекте Samsung холодильник инверторный. Бұның проблемасы асты морозилка істеп тұр, үстіне суық бермейді. Бұның себебі астында радиаторға мұз қатып қалған. Сол себепті мына жердегі тесіктер бітетіледі, желдеткіш арқылы үстіне жел жағарып береді. Ол жер бітелгеннен үстіне суық бармайды. Оның себебі тен жанып кеткен болуы мүмкін. Мына жерде теннің сақтандырғыш сымы бар. Сол жанып кеткен болуы мүмкін. Содан кейін үстіне мұз қатқаннан суық бермей қалады. Қазір бәрін мұздан тазалап сіздерге көрсететін боламын. Мұздан тазалағанда ешқандай ештеңені ұрмайсыздар. Шаш кептіретін тен болса болды, сонымен ертіп тазалап тастауға болады. Мұнда бізге тенді тексердік. Тенді жұмыс жасап тұр. Енді сақтандырғыш сымын көретін боламыз. Бізде міне проблема. Сақтандырғыш сымы күйіп кеткен. Соны ауыстырамыз қазір. Ол сақтандырғышы мұнда тұр міне. Екі провод мұндағы. Екі қызылын жерден қиып ауыстырамыз. Сақтандырғыш сымын ауыстырып орнына жинап болдық. Мұзы еріді. Бұйырса холодильнигіміз болды. Жинап болдық. Каналымыз ұнаса тіркеліп лайктарыңызды басып отырыңыздар.